Сәлем достар, бүгін сіздермен макарон дайындайтын боламыз. Ең алдымен пияз, сәбізімізді турап дайындаймыз. Қызып тұрған қазанымызға май құйып, оның үстіне пияз, сәбізімізді саламыз. Кейін бұлардың үстіне тіпті бұрышымызды саламыз. Барлығын салып қосып ағалап тұрамыз. Барлығы қуырылу үшін қазанымыздың қақпағын жауып, баяу отқа қоямыз. Қуырылып бітем дегенше фаршымызды дөңгелектеп дайындап, картопымызды турап, макаронымызды дайындаймыз. Қуырылып біткен соң, оның үстіне қолдан жасалған бір ас қасық томат саламыз. Барлығын араластырып, үстіне макарон саламыз. Кейін бұлардың үстіне картопымызды салып, үстіне су құямыз. Кейін дөңгелектеп дайындап қойған фаршымызды саламыз. Кейін бір ас қасық тұз саламыз. Фаршты өз қалауларыңызша салғандарыңыз дұрыс. Кейін қақпағымызды жауып, баяу отқа қоямыз. Міне